Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мен өзімнің күнделікті сабағымда Wordwall платформасын қолданамын. Wordwall ең бірінші бұл платформаға кіру үшін Google'ден Wordwall'ды жазасыздар. Wordwall'ды басасыздар. Әрі қарай өздеріңіздің почтамен кіріп, парольдеріңізді жазып кіресіздер. Әрі қарай бұл платформаға кіргеннен кейін алдарыңызда әртүрлі дөңгелектер беріледі. Бұл платформа көбінесе үй тапсырмасы сұрау, тестқа байланысты сұрақтар, тест жұмысы, сауалнамалар, ашық сұраққа жауап ретінде қолданылады. Әрі қарай бұл платформаға кіру үшін кіргеннен кейін мына жерде создать сабақты басасыз, создать занятие. Сосын әрі қарай әртүрлі кездеседі. Мысалы, викторин сұрақтарына байланысты, сайыстарға қатысқанда, құрастырық сайысты ұйымдастыратын болсаңыз, осыны қолдануға болады. Мысалы, мен таңдаймын кездейсоқ дөңгелек әдісін алам. Мысалы, тақырып жазам, сөз таптары тақырыбын алам. Соған байланысты мысалы сұрақ құрастырам. Зат есім дегеніміз не? Сын есім дегеніміз не? Үшінші сан есім дегеніміз не? Готовыны басам. Дайын, выполнені басам. Әрі қарай сабақ сақталып жатыр. Енді әрі қарай бастау, начатты басам. Сосын айналдырам. Раскрутить его. Айналдырам. Айналдырғаннан кейін оқушыларға қоямын. Мысалы, бір оқушыға мысалы зат есім дегеніміз не? Келесі оқушыға қайтадан мысалы, келесі оқушыға басқа сан есім шығуы мүмкін. Осылай, осы әдісті мен күнде пайдаланам бұл әдісті. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.